Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылу мөлшері, меншікті жылу сыйымдылық. Ең алдымен жаңа сабағымызды бастамас бұрын алдыңғы тақырыптарымызды қайталап алайық балалар. Конвекция дегеніміз не? Оған қандай мысалдар келтіре аласыңдар? Жылу өткізгіштік дегеніміз не? Оған қандай мысалдар келтіруге болады? Сәуле шығару дегеніміз не? Оған қандай мысалдар келтіруге болады? Және де ішкі энергия дегенді өттік, балалар, біз. Ішкі энергия дегеніміз не? Ішкі энергияны өзгертудің қандай тәсілдерін білесіңдер, балалар? Ішкі энергияны өзгерткенге қандай мысалдар келтіре аласыңдар? Осы сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Естеріңде болса, ішкі энергияны өзгертудің екі түрлі тәсілі болған. Біреуісі жылу берілу арқылы, екіншісі механикалық жұмыс жасау арқылы, Жылу берілудің өзі, естеріңде болса, үш түрге жіктегенбіз. Жылу өткізгіштік, конвекция, сәуле шығару. Жылу өткізгіштік құбылысы заттың үш агрегаттық күйінде де байқалады. Конвекция құбылысы сұйықтар мен газдарда байқалады. Сәуле шығару құбылысы ортаны қажет етпейді, естеріңде болса. Бұлардың барлығын ережесіне тоқталмай қояйық. Білесіңдер деп ойлаймын, балалар. Енді, балалар, бүгінгі сабағымызда біз, мысалы, жылу өткізгіштік процесі байқалған кезде дене қаншалықты энергияны өзіне қабылдап алды. Немесе қаншалықты энергияны бір дене екінші денеге бере алды. Соны есептеуді үйренетін боламыз, балалар. Бүгінгі сабағымыздағы ең негізгі ұғым, балалар, жылу мөлшері деген физикалық шама екен. Жылу мөлшері деген ұғым бойынша, яғни жылу мөлшері деген физикалық шама бойынша біз қазір нақтырақ қарастыратын боламыз. Қалай ойлайсыңдар, балалар? Жылу мөлшері деген ол қандай физикалық шама, ол қандай шамаларға тәуелді болады деп ойлайсыңдар? Осы сұраққа ойланып отырайық. Сабағымыздың негізгі мақсаты, балалар, жылу мөлшерінің заттың тегіне, массасына және оның температурасының өзгерісіне тәуелділігін зерттеу. Заттың меншікті жылу сыйымдылығының физикалық мағынасын түсіндіру, жылу мөлшерінің формуласын есептер шығаруда қолдану екен. Сонымен, балалар, жылу мөлшері дегеніміз жылу берілу кезінде дененің алатын немесе жоғалтатын энергиясы екен. Яғни, жылу мөлшерін біз Q әріпімен белгілейміз. Жылу мөлшері ол физикалық шама, жылу мөлшері ішкі энергия өзгерісінің өлшемі болып табылады. Жылу мөлшерінің өлшем бірлігі, балалар, джоуль. Джоуль деп естеріңде болса, жұмыстың өлшем бірлігі джоуль болатын. Кинетикалық потенциалдық энергиялардың, ішкі энергияның өлшем бірліктері джоуль болатын. Сол сияқты жылу мөлшерінің де халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі джоульға тең екен. Жылу мөлшерін тағы да қайталап айтам, үлкен Q әріпімен белгілейміз. Енді, балалар, жылу мөлшері қандай физикалық шамаларға тәуелді екен, және де оның формуласы қандай болады екендігін нақтырақ түсіну үшін мына мысалдарды қарастырайық. Суды қыздыру процесін қарастырайық. Бірінші суретте көрсетілген. Тәжірибе барысында температураны қарапайым термометрмен өлшеп алып, судың температурасын жоғарылату үшін неғұрлым көп уақыт жұмсалса, соған сәйкес берілген жылу мөлшері де соғұрлым көп болады. Суды жылытуға қажет жылу мөлшері температураның өзгерісіне тура пропорционал екен. Балалар, бірінші сурет бойынша. Яғни температураның өзгерісіне тура пропорционал жылу мөлшері. Енді екінші тәжірибе, екінші суретке қарайық. Екі бірдей ыдыс алайық. Оның біреуіне 1 килограмм, екіншісіне 2 килограмм су құяйық. Оларды бірдей жағдайда, бірдей температурада қыздырайық. Тәжірибенің нәтижесінде 2 килограмм суды жылыту үшін 2 есе артық уақыт қажет екен. Яғни, жылу мөлшері дененің массасына тура пропорционал екен. Үшінші жағдай, балалар, үшінші суретке назар аударамыз. Екі бірдей ыдысқа массалары және температуралары бірдей екі түрлі сұйықтық құямыз. Яғни, біреуі су, біреуі глицерин деп алып көрейік. Оларды бірдей температураға дейін қыздыру үшін әртүрлі уақыт қажет екен. Бұдан нені түсінеміз, балалар? Бұдан біз жылу мөлшерінің заттың тегіне тәуелді екендігін түсінеміз.
Сонымен қорытындылай келе, денені қыздыруға қажетті немесе суығанда бөлінетін жылу мөлшері заттың тегіне, массасына және оның температурасының өзгерісіне тура пропорционал екен. Меншікті жылу сыйымдылығы деген физикалық шама жаңадан естіп отырсыңдар балалар. Меншікті жылу сыйымдылығы деген физикалық шама ол жылу мөлшерін, яғни есептеуге қажетті негізгі физикалық шамалардың бірі екен. Яғни массасы 1 килограмм заттың температурасын 1 градус Цельсийге өзгерту үшін қажет жылу мөлшерін көрсететін физикалық шама екен. Меншікті жылу сыйымдылығын кішкентай с әрпімен белгілейміз. Оның өлшем бірлігі джоуль бөлінген килограмм градус Цельсий. Меншікті жылу сыйымдылығы әртүрлі заттың тегіне байланысты тұрақты кестеде көрсетіледі балалар. Бұл кесте оқулықтарында да бар. Оқулықтың ең алғашқы бетінде 3-ші кестеде көрсетілген. Қатты денелердің меншікті жылу сыйымдылығы және сұйықтардың меншікті жылу сыйымдылығы деп көрсетілген. Енді балалар, кестеден әртүрлі денелердің меншікті жылу сыйымдылығын есептеулер барысында қолданған кезде міндетті түрде өлшем бірлікке қараңдар, жақсы ма? Себебі мына оқулықта көрсетілген кестеде килоджоуль бөлу килограмм градус Цельсий деп көрсетілген. Сол себепті килоджоуль дегенді біз барлығымыз білеміз. Килоджоуль деп тұрса, мыңға көбейтіп барып есептің берілгеніне жазамыз. Мысалы, судың меншікті жылу сыйымдылығы қанша десек, 4200 деп жауап береміз. Джоуль килограмм градус Цельсий деп. Сол сияқты мұздың меншікті жылу сыйымдылығы қандай екенін жазу үшін осы кестенің ішінен қараймыз. Мұз 2100 джоуль бөлу килограмм градус Цельсий. Есептерді мұқият оқу арқылы қандай дене көрсетілген, сол денелерге байланысты кестеден мәндерін аласыңдар. Жылу мөлшерін есептеудің формуласы. Q тең SM T2 азайту T1. Немесе дельта T деп, үшбұрышты деп жазсаңдар да болады балалар. Мұндағы Q дегеніміз жылу мөлшері, өлшем бірлік джоуль. S дегеніміз меншікті жылу сыйымдылық, өлшем бірлік джоуль бөлу килограмм градус Цельсий. М дегеніміз масса, өлшем бірлік килограмм. Т1 бастапқы температура градус Цельсий. Т2 соңғы температура градус Цельсий. Дельта Т температураның өзгерісі градус Цельсий. Балалар, енді осы айтылғандардың барлығын видеоны тоқтату арқылы ережелерді, нақты формулалардың барлығын дәптерге көшіріп алғаннан кейін мына тапсырмаларды орындаймыз. Сабағымыз аяқталды, балалар, сау болыңдар.